Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өзгеше рулет дайындайтын боламыз. Бұның өзгешелігі ақуыздан, яғни безеден жасайтын боламыз. Өте нәзік, қараңыздаршы қандай. Дәмін-ай, ауызда салса еритін керемет рулет. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең бірінші ыдысымызға ақуыздарымызды бөліп аламыз. Бізде 5 ақуыз қажет болады. Және естеріңізге салып кетейін, ыдысыңыз құрғақ болу керек, ешқандай су тимеу керек. Өйткені ақуызға су тисе, меренгаңыз шықпай қалады. Осыны есте сақтап алыңыз. Енді біз кішкене шым-шым тұз қосамыз да, ақуызымызды араластырамыз. Және жай-жайдан аз-аздан қантымызды салып отырамыз. Қантты толығымен салып жіберуге болмайды, өйткені қант ерімей қалуы мүмкін. Осымен біздің беземіз дайын. Міне оның дайындығын осылай тексеруге болады. Осылай түспеу керек. Өзінің формасын ұстап тұру керек. Және мен бір қасық крахмал саламын. Қант қосқаннан кейін безеде су шығып кетпеу үшін крахмал қолданатын боламыз. Енді противенге саламыз. Менде безенің дайындалуына шамамен 15 минут уақыт кетті. Ол енді әркімнің миксеріне байланысты. Енді беземізді жақсылап түзулеп осылай формаға жайып шығамыз. Енді бұл енді өз қалауларыңыз, осылай әсемдеуге болады. Мен осылай біріктіріп, жан жақтарын бәрін осылай вилкамен әсемдеп шықтым. 150 градуста 35 минут пісіреміз. Меренгамыз дайын болғанша творожный сыр мен сахарный пудрамызды салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді кілегейді құятын боламыз. Венчиктің көмегімен араластырып, осылай қоюлану керек. Өзінің формасын осылай ұстап тұру керек. 35 минутта біздің меренгамыз толық пісті. Енді бетіне пергамент қағазын жайып, решетканың үстіне қоямыз да, осылай аударып аламыз. Қағазын жаймен аламыз. Қағазына жабыспай, осылай әдемі болып пісу керек. Бір жоқ дегенде бір 5 минутқа қойып қою керек. Меренга толықтай суы керек. Толықтай суыған меренгаға кремімізді жағамыз. Начинкасының ішіне кез келген жеміс жидектерді сала беруіңізге болады. Мен банан мен құрманы қолдандым. Енді бұл әркімнің өз қалауы. Мүлдем салмасаңыздар да болады. Осылай рулет қылдырып айналдырамыз. Дайын рулетті тоңазытқышқа кемінде 2-3 сағатқа қойып қоюымыз керек. Енді толық суыған рулетімізді осылай бетін әсемдейтін боламыз. Меренгамыз дайын. Жасап көріңіздер. Ас болсын.